Сәлем қыздар, бүгін өзімнің заказға жасап жүрген блинчигімнің рецебімен бөлісемін. Міндетті түрде видеоны ақырына дейін көріп алып, жасап көрсеңіздер болады. Дәл видеода көрсетілгендей барлық затымызды рет-ретімен салып, жақсылап араластырамыз. Қыздар, бұл жерде ең маңыздысы сүтті құятын, ұнды салатын және де кипятогымызды құятын стаканымыздың объемы бір болу керек. Ұнымызды електен обязательно өткіземіз. Жақсылап араластырып алып, стаканымызға ас содасын салып, оның үстіне қайнап тұрған ыстық суды құямыз. Ыстық суымызды қамырға құйған кезде тез араластыруымыз керек, жұмыртқамыз күйіп қалмау үшін. Енді дайын болған қамырымызды осылай қызып тұрған тапаға құйып осылай пісіріп аламыз. Шеттері уже қызарып көтерілгенде арғы бетіне аударып, осылай тез пісіріп аламыз. Тез дайын болады. Мінекей қыздар, біздің блинчиктеріміз дайын. Ас болсын.